Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүкіл әлемдік ғаламтор желісі, оның ішінде қазақ тілінен есімше. Енді біз білеміз, бүкіл ғаламтордың желінің интернеттің қандай нәрсе екенін аға. Жақсы, олай болатын болса, мен оқыту мақсатымен таныстырып өтейін. Біз бүгінгі сабақта екі оқу мақсатын пайдаланып алып отырмыз. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу. Екінші оқу мақсатымыз етістіктің есімше, көсемше, түйгі етістік, түйгі етістіктерді өзіміздің тілімізде қолдану және сабағымызда қолдану. Түсінікті ме? Жақсы, олай болатын болса, балалар, бүгін қазір мынандай тапсырма орнатқым келіп отыр. Барлық оқушылармен жұмыс әдісі деген тамаша бір әдіс бар. Бұнда барлық оқушылармен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ сендер, екінші топ, үшінші топқа бөліп отырмын. Бірінші топтың тапсырмасы мәтінді оқып, негізгі ақпаратты кестегенде диаграммаға түсіріңдер, ой түйткіл сұрақтарға жауап беріңдер. Екінші топтікі есімшенің жасалу жолын түсіндіресіңдер, толық түсінікті ме? Келесі үшінші топ, екінші бағандағы сөйлемді, екі бағандағы сөйлемдерді салыстырыңдар, берілген сөздердің қызметін түсіндіріңдер. Бұл үшінші топқа. Жақсы, олай болатын болса, сендер мына тапсырмаға мынаған тез жазуға 1-2 минут жылдам өздерінің ең қажетті дегендеріңді тез жазып шығыңдар. Түсінесің ме? Жақсы. Енді балалар, бұл сабақтың дискриптиві былай болады. Мәтіннен негізгі ақпарат түсінеді. Оқушылар факт мен көзқарасты ажырата біледі. Етістіктің түрлерін қолданады, етістіктің түрлерін салыстырады. Түсінікті іске сәт қолданамыз. Al. Жақсы, бірінші топ шағабаймыз тапсырмаларын тез. Ал тез. Аға, басы оқып ет. Бірінші? Бізге берілген тапсырма мәтінмен жұмыс істеу болатын. Бірінші жылды және мәліметтерді айтамыз. 1957 жылы Кеңес одағы жердің жасанды серігін ұшырды. 1971 жылы желі арқылы электронды хабарлама жіберуді мүмкіндік берді. Ой түрткі сұрақтар. Ғаламтор желісінің тарихы қай жылы басталды? Ғаламтор желісінің тарихы 1957 жылы басталды. Алғаш компьютерлерді қазіргі компьютерлермен салыстыруға бола ма? Алғаш компьютерлердің бағдарламаларını қазіргі компьютермен салыстырғанда қазіргі компьютерлер әлдеқайда жақсырақ. Себебі алғаш компьютерлердің бірі Honeywell 516 компьютерінде 12 гигабайт болатын. Ал қазіргі смартфондарда 128-256 гигабайт болады. Жақсы, тамаша. Және үшінші сұрақ. Мәтіннен заттар қимыл және іс-әрекеттің жай-күйін білдіретін сөздерді тауып, оларға сұрақ қою керек. Яғни бірінші сұрақ. Бірінші сөйлем. Компьютерлік желі
арпекс деп аталады. Яғни бұл жерде не істейді аталады. Екінші сөйлем барлық жұмыстарды ақш қаржыландырып отырды. Не істеді отырды. Бұл үшінші сөйлем бұл желі негізінен электронды хабарламаны жіберу үшін пайдаланылды. Не істеді пайдаланылды. Бұл жерде етістік пайдаланылды сөзі. Жақсы, тамаша, отыра қойыңыз. Келесі екінші тапсырма, екінші топ. Бізге берген тапсырма есімшенің түрі және есімшенің түрлерін анықтау. Есімше бірдей есім сөзінің бірдей етістіктің қызметін атқаратын етістіктің түрі. Есімше есімдендіріліп, септеліп, көптеліп, тәуелденіп, есім қызметін атқарады. Есімшенің көптеген түрлері бар, яғни оның 4 жасалу жолы бар. Бірінші жолы ған-ген, қан-кен, мысалға оқыған. Бұл жерде оқы етістік, ған дегеніміз есімшенің бірінші жасалу жолы болып табылады. Ар, екінші жасалу жолы. Ар, ер, р, сосын болмыс етістігінің жұрнағынан соң сы. Бұл жерде мысалға келтірсек санар, яғни сана бұл жерде етістік, р, есімшенің екінші жасалу жолы болып саналады. Және үшінші жасалу жолы атын, етін, итін. Бұған мысал келтіретін болсақ, баратын. Бұл жерде бар етістік, атын дегеніміз есімшенің үшінші жасалу жолы. Есімшенің төртінші жасалу жолы. Бақ-бек, бақ-бек, пақ-бек. Бұл жерде мысал келтірсек, қашпақ. Бұл жерде қаш етістік, пақ есімшенің төртінші жасалу жолы болып саналады. Жақсы, өте жақсы, отырамыз. Келесі үшінші топ. Үшінші топқа етістіктің түрлерін салыстыру, иә? Даусымыз шығарамыз. Менің айтқаным дәл келді. Бұл жерде айтқаным сөзі есімшенің бірінші жолымен жасалып тұр. Және бұл осы шақтың ішінде нақты осы шақ. Осы шақ, е? Жақсы, келесі. Мен бұны бұрында да айтқанмын, ол өткен шақтың ішінде бұрынғы өткен шақ. Жақсы, келесі. Ғаламторда жазылғанның бәріне сене бермеу керек. Жазылғанның ол бізге есімшенің бірінші жасалу жолы, осы өткен шақ, оның ішіндегі бұрынғы өткен шақ. Ғаламторда осы туралы жазылған өткен шақ, бұл да бұрынғы өткен шаққа жатады. Ютубтан көргенім мені таңғалдырды. Көргенім деген кезде бізде бұл есімшенің бірінші жағымен жасалып тұр. Және де оның есімшенің түрленуі арқылы, яғни тәуелденіп тұр. Бұл кезде осы шақ және оның ішіндегісі нақ осы шақ болып табылады және ашық-рай болады. Келесі. Ютубтан қызық сюжет көргенмін. Жіктік жалғау арқылы есімшен жіктік жалғау арқылы тәуелденіп тұр. Және де өткен шақ, оның ішіндегі бұрынғы өткен шақ және де ашық-рай болып табылады. Жақсы балалар, отырамыз. Жақсы балалар, олай болатын болса, осы өткізген жұмыстарымызға өзіміздің қалыптасушы бағаларымызды береміз. Bir ауыз сөз, кәне тез өздерінің бір ауыз сөзден сөйлеп өтіңдер, айтып, мына тақтаға стикерлердер, сендер болады. Түсінікті ме? Алдарында стикерлер беріп қойған болатын. Жылдамдарды. Кім болды? Кел оған. Кім? Сен айта ғой? Мен есімшені жақсы түсіндім. Жақсы? Мен есімшені жақсы түсіндім. Келесі, жылдам оқи ғой? Бірінші топтың жауабы ұнады. Жақсы, тамаша. Келесі. Мен бұл сабақта есімшені жақсы меңгердім. Есімшені жақсы меңгердім. Жақсы, келесі. Мен ғаламтор желісін жақсы түсіндім. Жақсы, кім? Бірінші топтың жұмысы қанағаттанған. Жақсы, келесі. Мен есімшені жақсы меңгердім.